сәлемдер ме? Саламатсыз ба? Маған квартира керек. Қандай, жалдауға ма, сатып алуға ма? Жалдауға. Қай жақ, қай районнан керек сізге? Қолжетімді баспана. Бізді қолжетім қылмаса екен деп күйінен жазыпты. Кеше. Біреу. Қазақ иқасы келсе кез келген сөзге үйіп қалатын халық қой, бұлай деу артық болар. Бірақ мұны ақпаратты біле жүрсеңіз, анық артық болмайды. Аға, кешіресіз, 1 минут. Кешіресіз. Астанада пәтер жалдаудың орташа құны қанша болып жатыр? Шамамен 80-90 мың. Рахмет. Қазақстандағы ең қымбат пәтерлер Алматыда. Әр шаршы метріне шамамен 245 мың теңге сұрайды. Астанада 217 мың, ал Атырауда 209 мың теңге төлеуіңіз керек. Былтыр ғана Астанада осы пәтердің шаршы метрі 182 мың теңге болса, Атырауда 179 мың теңге болатын. Ал арзан деген Шымқаланың өзінде пәтердің шаршы метрінің құны 203 мың теңгеге жетті. Былтыр 254 мың теңге болатын. Қазақстан бойынша ең арзан қолжетімді баспана Жезқазғанда болып тұр. Әр шаршы метрі 70 мың теңгеден. Бұдан сәл ғана қымбаттау өтіп Қызылордада, Таразда, Қызылжарда, Талдықорғанда пәтер алу мүмкіндігіңіз бар. Бұл енді өткен жылдың дерегі, биыл тағы қымбаттап кетпесе. Пәтерді жалдаймын десеңіз, тағы да Алматы бағасын бұлдайды. Әр шаршы метріне 1990 теңге төлейсіз. Орташасы. Ал ең арзан пәтерді жалға Тараздан табуға болады. Әр шаршы метріне 614 теңге төлейсіз. Осындай бағаны көргенде мүмкін Болгариядан теңіз жағасынан метріне 470 доллардан төлеп пәтер алғың келеді екен. Болмаса метріне 1000 доллар берсеңіз жаңа жайлы Кипрде бар. Пәтер үшін теңіз асамыз ба, не істейміз? Студиямызға маған жаңа пәтердің кілтін ұсыну үшін десеңе, жоқ. Жай ғана пәтер жайын түсіндіретін өңірлік даму министрлігінің өкілі Кенжеболат Мыңбаев мырза. Студиямызға қош келіпсіз. Ата-бабамыз көшпенді деп айтамыз, тарихта белгілі. Бірақ соңғы кездері солардың ұрпақтары да көшпенді болып келе жатыр. Бұл мақтанатын дүние ме? Енді олай айтуға мақтануды болмайды енді. Былтырдан бастап жаңа бағдарламасы асырылып отыр. Ол тұрғын үй бағдарламасы қолжетімді 20-шы жылға шейін. Бұның ішінде жаңа өзіңіз айтқандай неше 9 бағыт бар. Осы 9 бағыттың ішінде жаңа жастарға да арналған бір бағыты бар. Қолжетімді баспана бағдарламасымен пәтер алу үшін не істеу керек? Қол жеткізу үшін жинақ банктың салушысы болу керек. Ең біріншісі. Сосын екінші, оның ішінде енді ол өзінің сондай беріп отқан несі 50% жинақтау керек. Мысалы сатып алатын пәтердің құнын. Ол бірінші, бір бағыт бойынша. Ал екінші бағыт бойынша бұл жерде енді айтып отырмын, салушы ол негізінде ол әр біздің тек қана мынау жастар емес, бүкіл халық осы жерде іске асыруы мүмкін өзінің жаңа пәтер туралы мақсатын. Ал енді жастарға келетін болсақ, бұл бағыт бойынша, бұл биылдан бастап іске асырыла бастады. Бұл бағыт бойынша негізінде жастарға кішкене жеңілдік істелініп отыр. 8 жылға шейін, мынау бұрынғы бағыт бойынша жаңа айтып отқандай жинақ банк арқылы бірінші бағыты бойынша 5 жыл, мысалы 3 жыл жинайды, 3,5 жылда кемінде ең аз уақыты мерзімі 50%. Бұл жерде мысалы 50% 8 жылға шейін жинауға болады. Жинақ банк арқылы 8 жыл, бірақ мысалы 1 жылдан кейін үй салынды ма, сосын сол үйде тұра береді дағы, арендалық жаңағы үйінің несін төлейді дағы тұра береді. Әрмен қарай 8 жылдан кейін тағы да мысалы қаражат жетпей бара жатса, онда әрмен қарай тағы 15 жылға қарастырылған созылуы займ алуға банк арқылы. Бұл жастарға. Түсінікті. Енді кімдер туралы айтып жатқан түсінікті болады жер сұрақтан. Ал айлығы айталық бір 30 мың теңге болатын. Одан өзіне тек қана 500 теңге қалатын жастар қалай алады үйді? Оларға мүмкіндік бар ма? Тырнақшанша шанс бар ма? Былтырдан біз Қазақстандық құрылыс корпорациясын құрды. Осы құрылыс корпорациясы арқылы 2016 жылға қарай 500 мыңнан кем емес үй салатын болады осы компания. Келесі жылдан бастап 200-250 мыңға шейін жеткізеді салуды жыл сайын. Корпорация арқылы бұл енді қарап отырыңыз. Орташа былай бағамен шаққанда 1000 теңгеден әр шаршы метрге төлеп отыру керек. Сонда мысалы күшіңізді өзіңіз көресіз. 100 пәтерлік 100 шаршы метрлік үй алатын болса 100 мың теңге ай сайын төлеп отыруға. Сосын бұл 15 жылға арналған. Жаңағы 15 жылға жалға тұра бересің. Бірақ ай сайын жаңағы 80 ба 30 мыңға қандай өзің таңдайсың, төлеп отырасың, 15 жылдан кейін сізге өзіңізге қолыңызға енеді. Түсінікті. Осы аптадағы үкімет отырысында премьер-министр Серік Ахметов қолжетімді баспананы біраз сынады. Енді біраз аймақ, біраз ақшаны ермеген. Біздің сұрағымыз сол баяғы. Неге?
осы бірінші шартшылық бітеді ғой. Осының қорытындысы бойынша қай аймақ игерілмей жатады, қаражат, оладан алынаттағы игерілген аймаққа беріліп отырады. Түсінікті, түсінікті. Шетелде бәрі қымбат, тұрғын үйде қымбат, өмір сүруде қымбат. Қазір керісінше біз сұрақ қойғанда, кім Қазақстан, кім шетел деген сияқты. Сіздің айтып отырғаныңыз ол баға негізінде мынау Астана мен Алматы қала, екі қала. Біздің айтқанда екі астанамыз. Расында да Астана мен ненің бағасы өте, мынау ол айтып отырғанымыз коммерциялық үйлердің бағасы. Мынау мемлекеттің көмегімен салынып отқан, жаңағы айтқан жалға берілетін үйлер, жаңағы жинақ банкі арқылы мемлекеттің салатын үйлерінің, олардың бағасы кәдімгідей фиксированный бағамен отыр. Мысалы, бір шаршы метрі аймақтарда салынып отқан 3-ші класс дейміз, олардың бағасы 90 мың орташа баға. Астана мен Алматыда 140 мыңнан аспайды. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көрдіңіздер, тұрғын үй мәселесі бойынша біраз сауалдарға жауап таптыңыздар деген ойдамын. Бізде орталық хабарда қонақта болған өңірлік даму министрлігінің өкілі Кенжеболат Мыңбаев мырза. Келіп тұрыңыздар.